Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге тәбетті ашатын, осындай балғын тауықтың төс етінен дайындалатын дәмді етіп асты көрсететін боламын. Өте асқазанға да жеңіл және де керемет дәмді болып шығады. Гарниріне осындай капустаны пайдаланатын боламын. Ал бізге алдымен керекті осындай тауықтың төс еті керек. Және де көкөністер, бұл жерде жуа бар, помидор бар, және болгар, чеснок, және сливочный осындай сармайымызды аламыз, және сырымызды аламыз. Бұның барлығын тауық төс етіне салатын боламыз. Және осындай дәмдеуіштер, бұл жерде менде копченый паприка, және қара бұрыш, және кептірілген чеснок, және гарниріне капуста керек болады. Енді тауықтың төс етін осылайша етіп арасын кесіп аламыз. Енді бұны соңына дейін кеспейміз, өздеріңіз көріп тұрғандай осылайша етіп жартылай кесіп алатын боламыз. Ал мінекей көріп тұрғандай төс еттердің барлығын жақсылап турадық. Енді керекті дәмдеуіштерінің іштеріне себетін боламыз. Мен тұзын септім, және қара бұрыш септім бұл жерде. Және де паприка себеміз, ішіне копченый паприка пайдаланып тұрмын бұл жерде. Және де кепкен осылай чеснокты да сеуіп жібереміз. Бұл жерде свежийін да және де құрғағында пайдаланатын боламын. Оның өте дәмі ерекше болып шығатын болады. Және осы теркінің көмегімен осылайша етіп жақсылап чесногымызды езіп күштен өткізетін боламыз. Міне осылай жағып жеріңіздер чеснокты. Және ішіне керекті помидорларымызды салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз, ішіне не салам десеңіздер де, соменен барлығын тізіп осылай болгар бұрышында салдым, ішіне жуаны да салып жердім. Және де майымызды және сырымызды да саламыз. Майды салған себебім бұл төс еті өте құрғақ болғандықтан осылайша етіп арасына майды да салып жеретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менің көрермендерім, осы қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписация қызыл батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді міне төс барлық етіне ішіне зат керекті ингредиенттердің барлығын салдықта, осылайша етіп екіге бүктеп, және де ол енді ашылып кетпейді. Осылайша етіп, енді қазір сыртында кішкене тұз сеуіп жердім. Енді тұзды байқап себіңіздер, және осы копченый паприканы да осылайша етіп сеуіп үстіне жағып, өте дәмді ерекше болып шығады. Және де осындай құрғақ чесногымызды да сеуіп жерсек болады. Енді осындай ыдысымызға астына капуста салдым. Өйткені капуста өте сулы, солай болып шығатын болғандықтан, және майдыдан да кішкене сармайымыздан салып жердім, құрғақ болмау үшін. Төс етімізді білесіздер қандай құрғақ екенін. Сондықтан да осы капустамыз астына төсеген себебім өте сочный болып, өзінің суы сөйлі шығатын болғандықтан астына осылайша етіп капустамызды салып жібердім. Және де арасына сармайларыңызды да салып жіберсеңіздер болады. Ал міне көріп тұрғандай мен көрермендерім, міне бетіне деген укроп петрушка сеуіп жердім, және кішкене сармайдан салып, және бетіне осылай капустаны төсеп жердім. Өйткені тауығымыздың беті күймеу үшін. Кейін бұл капуста өзінің керегін атқарып болған соң, кейін алып тастайтын боламын. Енді духовкаде 210 градуста 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Енді бұл жерде мен гарниріне капуста қолданып жатырмын. Макарон или пюре, гречка пісірсеңіздер де болады. Мен бұл жерде енді жеңіл болу үшін асқазанға өте жеңіл болғандықтан капустаны пайдаландым.
Енді капустамызды осылай сармайымызға турштетіп қуырып алатын боламыз. Ал қыздар, мінекей капустамыз дайын уже. Енді міне духовкадегі етімізді аламыз. Міне бетіндегі капустамыз осылайша етіп, жаңағы төс етімізді өзінің несінен қорғап қалды. Міне көріп тұрғандай. Енді бетінде капустаны алып, тағы да духовкаге бір 10 минуттай қойып алатын боламыз. Міне енді қызарып өте күшті болып пісті. Енді төс еті тіптен жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде сіздерге ұнаса, осылайша етіп отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Және де қонақтарыңыз келсе де жасап осылайша етіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмі, ерекше дәмді болып шығады. Ал егер де сіздерге осы видео рецепті пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецептермен жолыққанша аман болыңыздар.